Мінекей үлкен қуаныш жасауымыз Құдайым қызымыздың бүгін ұзату алдында Құдайым сіздің бақытты болсын, барған жерінде Құдайым күйеу жақсы тату семья болып, Тактикабір елінің үлкен бір семьялары болып жетсін. Құдайым сол жақсы күндерін көру несіп еткей, барсақ келсек жақсы күндерде қатынасып жүре бергеніміз. Қоңшыларға кеше 2 күннен бері қызмет етіп жатыр. Рахмет. Алла дәрігенде Құдайым әмесіне рахмет айтамын. Думада қызмет етіп жатыр. Қызымыз бақытты болсын. Мен бір қызымның несін айтатын едім. Баяғы кішкентай уақытында өсірдік. Құдайым сол. Қызым бақытты бол. Қосылғанымен қосағар. Құдайым алдында аман болғайсың, балам. Құдайым айтатын кішкентай уақытында. Қызымның бойы ұзын, Құдайым жесін жүзім деп. Құдайым сол қызым бақытты бол. Рахмет, әке дұғасы қабыл болсын деп қаламыз. Ал енді Ділназа қызымызды 9 ай 9 күн құрсағында көтеріп, жақты әлемге әкелген анасы Света апамызға сөз нәубеті беріледі. Бауырымда абайлап дүниеға келтірдің, басыма күн түссе саяман болдың, бақытым тілеп түрлерді ұйқысыз өткердің. Бүгін хажар айтылғанда қызыңызға анажан, көзіңізге жаслар келер, маржан, маржан, анажан. Неке бүгін Света апа қыз баладан міне идеалды перзентіңіз бұл Ділназа қызыңыз болды. Әр бір перзент ананың бауыр етінен жаралады дейді. Бүгін міне осы қызымызды күйеу баламызға өз қолдарымызбенен тапсырамыз. Қызымыз менен күйеу баламызға жүрегіңізден шыққан ақ пәтияңызды беріңіз. Неке күнмен жасөкелер хәмеш жақсы тілектер айтып жатыр. Құдайым соның бәрі қабыл болсын. Балам істеген қызымыз үлкен шаңырақ болсын. Күліп келіп, күліп кетсін. Құдайым солардың қызығын ағайын туған қоңсы қоба, жақсы күндерін көре беру несіп етсін. Айым аспандағы жұлдызың, құяшың, Құдайым бақытыңды бергей. Жылағанда да қуанышпен жылағайсың, Құдайым. Май қайнаған. Құдайым жолың ашық болсын, мәртебең бәлент болсын. Алла Тағала өз қолғасын, қатарыңнан кем қылмасын, алдында да жүрме, арқада да жүрме, көз тиеді дейді, ортада жүргейсің, Құдайым, қатарыңнан кем қылма. Алладан басқа ешкімге мұқтаж қылдырмасын, Құдайым. Жолдарыңыз ашық болсын, шаңырағыңыз биік болсын, мені осындай жақсы күнге жеткерсін, жинағаныңыз, тергеніңіз осындай жақсы күнге бұйыра берсін деймен. Күйеу балам сол Құдайым мәртебең бәлент болсын, оқуларыңыз жақсы тамамлап, Құдайым сол дипломларыңыз, наныңыз қалың болсын. Әмеге рахмет қоңыз қобалары, қызметлеріңіз Құдайым Алладан қайтсын. Рахмет, басқа не айтамын, жүрегім, жаным, бауырым, бақытлы бол. Рахмет, анасын көріп, қызын ал дейді. Света апамыздың әмде Шыныбай ағамыздың жолларын күйеу баламызбенен қызымызға берсін деп қаламыз. Ұзатайын өзіңді сіңлім, болар екен өмірің қандай, ата-анаңның үмітін ақла, керегесін құлатып алмай. Бір Аллам өзіңді қоласын қызым, өмірде бақ гүлің солмасын қызым, ұзатылып барасаң өскен ұяңнан, ұша біл қанатың талмасын қызым. Неке бүгін Ділназа сіңлім балалық пенен, туған шаңырақ пенен, ата үйіменен қошыласып, бүгіннен бастап шын үйіңе қадем тастайсың. Әр бір шаңырақта қыз бала камалға келсе, бұл дәулетіңнің тасқаны дейді. Бүгін міне Шыныбай ағамыз ел халықты жинап, міне бүгін Ділназа қызым камалға келді, ер жетті, қызымды өз теңіне қосып атырман деп, ағайынлерді жинап, не бүгін сізге арнап үлкен тойлар беріп атырыпты. Әлейім ағамыздың беріп атырған тойлары тойларға ласын. Ал Ділназа сіңлім барған шаңырағында осы ата-анаңның жүзі жоғары болсын десең, әр уақыт кішіпейіл болып, сыйласықлы болып, сол шаңырақта өніп өсіп, сол шаңырақтың керегесін құлатып алмау енді сіздің қолыңызда. Әнекей сол уақытта тәрбиелағанына рахметлер алып бересең.
Міне өзің бір өніп өскен үлкен шаңырақтардың, белгілі шаңырақтардан шыққан перзентсің. Барған шаңырағыңды осы шаңырақтың атын өшірмеуге әрекет еткейсің. Ал міне бүгін күйеу баламыз Ділназа қызымызды анасы Света сізге аманат етіп тапсырады. Ділназа қызымыз осы уақытқа шейін әкесі Шыныбай ағамызға һәм де ағаларына сүйеніп жасап келді. Бүгіннен бастап қызымызды сізге аманат етер екенбіз. Осы қызымыздың көзіне жас ақтырмай қоллап қуатлау енді сіздің қолыңызда. Сіз шаңырағыңызда апаларыңызды, қарындасларыңызды қандай көріп, қандай сыйласаңыз, ендігі жағында өмірлік жолдасыңыз болып атырған Ділназа қызымызды да сондай сыйлағайсыз. Міне бүгін екеуіңіз тұрмыс арқылы гүзар жолға қадам таслар екенсіз. Тұрмыстың ойлы қырлы соқпақларынан сүрінбей өту үшін екеуіңіз ауызбіршілікті болың. Тұрмыстың бәлен шыңлары болады, ойлы қырлы соқпақлары болады. Сол соқпақларда екеуіңіз сабырлы болың. Ал Ділназа сіңлім барған шаңырақта сол шаңырақтың керегесін құлатып алмау, сол шаңырақтың даңқын шығару енді сіздің қолыңызда. Міне осы уақытқа шейін ата-анаң сізді тәрбиелады, камалға келтірді. Ал сізді ешкімнен кем қылмайын деп оқулар оқытып атырыпты. Осы оқыған оқуларының налары күйеу баламызбен бірге екеуіңізге бұйырсын деп қаламыз. Халқымыздың ібратлы сөздері бар: қызды сорағанға бер, қымызды шөллегенге бер дейді. Міне бүгін сіздің дұз несібеңіз Тақтакөпір ел атына шашылған екен. Осы Бұзатау районының қызлары қандай болатығынан сол шаңыраққа барып, сол шаңырақта Бұзатау районда қызлар осындай үріп әдетлеріне һәм де осындай әдеп икрамлы болады деп сол шаңырақта өзіңнің қызметің менен көрсеткейсің. Міне енді халқымызда және бір ібратлы сөзі бар: егер де шаңырақта ұл бала дүнияға келсе, бұл жемісің дейді. Себебі ұл бала ертеңгі күні ата-анасының аузына ас салады. Ал қыз бала дүнияға келсе, өрісің дейді. Себебі қыз бала таныс еместі таныс ететұғын бұл қыз перзент. Соның үшін Ділназа сіңлім, бүгін міне ата-анаңның үмітін ақлар екенсең, барған шаңырағында иіліп сәлем салып, әр уақыт кішіпейіл болғайсың. Міне бүгін ата-анаң сізге арнап қолларынан келгенінше сауға саламларын беріп атыр. Сол сауға саламларын күйеу баламызбенен бірге жақсы күндеріңізге пайдаланғайсыз. Ал күйеу баламыз әнекей ол жақта сізге ата-анаңыз той беріп атыр. Ата-анаңыздың беріп атырған тойлары өздеріңізге оң болсын деп қаламыз. Ендігі жағында үлкен қожалық болу өздеріңізге байланыслы. Ата-аналарыңызды қандай сыйласаңыз, ертеңгі күні перзенттеріңіз сіздерді сондай сыйлайды. Ал Ділназа сіңлім, барған шаңырағыңда өніп өсеріңді ойласаң, еш уақытта сырттағы сөзді ішке, іштегі сөзді сыртқа апармайсың. Әнекей сол уақытта тәрбиелағанына рахмет, анасына рахмет деген сөздерді алып бересің. Мінекей бүгін сізді хаужарлар айттырып, ұзатып атырған екен. Бұл хаужарлар менен ұзатылу әр бір қыз баланың арманы. Міне бүгін сіз арманыңызға жетер екенсіз. Ендігі жағында сол шаңырақта өніп өсіп, ата-анаңның үмітін ақлап, осы хаужар қосығындай өміріңіз мазмұнлы болып өтсін. Ендігі нәубет қызымызға арналған хаужар қосығына беріледі. Хаужар қосығы уақытында жазылген аналарымыз қызымыздың маңлайынан сүйеміз. Соңынан қызымыздың достары, туған туысқандар, ата-анасы қызымызбенен көрісіп, қызымызды шын үйіне ұзатып саламыз. Құрылатын шымылды, ана болар ай қызым, барған жерде қайненен ана болар ай қызым.
Қарақалпақ халқында қыз ұзатылғанда жанына қыз жеңгелері қойылады. Себебі қыз жеңгелерінің жолын берсін деп, ата-анасының жолын берсін деп, қыз жеңгелері қызымызға, күйеу баламызға өз қолдарымызбенен аманат етіп тапсырамыз. Свет апамыздың беріп атырған тойлары тойларға аласа берсін. Ділназа қызымыз Тақтақөпір ел атының ең алдыңғы келінлерінің бірі болсын деп қаламыз. Күйеу баламыз бенен қызымызға ақ жол тілейміз.